кім хан қызын алғысы келсе, 40 өтірік айтып берсін. Егер арасында бір шындық болса, басынан айырылады. Апырай? Жаратқан-ау. Сен де маған жар болғың келді ме? Құдай сақтасын. Сұраш одан неге келді екен? Мына жауыздықты жүгендеу үшін келдім. Ашалайдаған ақымақтың бірі екенсің. Әкемді өтірікпен жеңетін адам әлі жарық дүниеге келген жоқ. Оны кезінде көрерміз. Қасқырға қақпан бар. Ассалаумағалейкум. Хұзырыңызға құлдық алдияр. Мархабат етсеңіз жарнамаңызға сай 40 өтірік айтып берейін. Басыңның түрі мынау. Не қарық қылам дейсің? Бас қадірін білсеңіз, тыңдаңыз ендеше. Мархабат. Не айтар екен? Тыңдап көрейік. Сорың тіліңде болар. Сынап көр бағыңды. Бұл оқиға аспан алақандай, жер тебінгідей кезде болған екен. Өзім жанық дүниеге келуден 7 жыл бұрын 12-ші шөберемнің жылқысын бағып едім. Тастай қараңғыда күн жарқырап тұрған шақ жылқыны суат қайдадым. Бәрі сол уақытта басталды.
Mine şandaq. Baltaң şыныdan bolğаны. О, Алдияр, М, менікі өтірік, сіздікі шын. Шыныдан балтаңыз болса, өзіңіз көрсетіңіз. Әке, айта берсін. Тыңдайық. Немене қайырышыға бұйырғың келіп отыр ма? М? Жарайды. Айта бер.
айтқаның дұрыс. Құл қашамын деп қорқытады. Алдияр, әңгіме етік туралы. Айтқаныңызды етігіңіз дәлелдесе, міне басын. Әке! Ай, күшік, тағы нең бар? Айта бер. Айтқаныңның бәрі өтірік. Алақай, жеңілдің, әке, жеңілдің. Әке. Неге мәз боласың, бәтшағар? Қайрышының қанжығасына байланарында бақыт көріп отырсың ба? Кетпеші. Осындағы. Не тілесем, бәрі бар. Қан төгілген жерде қайрым жоқ.